Мен әлі есімде, маған осында бір офис менеджер болып бір келген бір қыз, машинаның арт жағына отыр. Келе жатсам, өстіп отыр да, қаран атын ұмытқан, не болды? Қалай, проблема көп қойшы. Немене проблема? Квартирадан шығарайын деп жатыр, тағы бірдеңке. Айтам, сен қашан енді сен айтам, жақсы болады десем айтады. Бір жақсы болатын шығар, айтам, саған ешқашан жақсы болмайды. Неге аға, үйнеге үйтіп айтасыз? Айтам, мына түріңмен саған ешқашан жақсы болмайды. Сен еңсеңді көтеріп қуан өмірге. Жап-жассың. Десем айтады, не қайтып қуанам, проблема бастан асып жатса. Айтам, алдымен қуан, содан кейін сенің проблемаң жақсы болады. Демейді. Айтам, қашан қуанасың десем, жағдайым жақсы болған кезде қуанам дейді. Айтам, атаңның бас жағдайың жақсы болады. Сен жағдай жақсы болу үшін, мына қалпыңмен сен ешқашан жағдайың жақсы болмайды. Ұйқылы отырсың, сен қашан жағдайың жақсы болады. Сен қуансаң, өмірге істесе бастасаң, сол кезде сен де бірдеңе істей бастайсың. Сол кезде ғана жақсы болады. Ол сырттан күтеді да, маған жағдайым жақсартсын дейді. Әкесі, шешесі, басқа бір адамдар, Ахметбек, тағы бір адам деген жағдайым жақсарсын, сол кезде ғана мен қуана аламын. Сол кезде ғана мен ішкі дүниемде қуаныш болады. Алдымен ішкі дүниеңде қуаныш болуға тиіс. Кім боласың, қандай өмір сүресің, ол өзіңнің үлесің. Жақсылық көрсең өзіңнен, жамандық көрсең өзіңнен. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, ақылың мен қайратың екі жақтап. Ақыл деген сана, қайрат деген жүрек. Осы екеуі ғана сенің өміріңді өзгерте алады. Әлемдік деңгейдегі бір ғалым, Ресейдің ғалымы, Америкаға кетіп қалған. Сонда барғанда айтады да, ғалымдар сұрады дейді, ракпен ауырған адамның өлетінін, өлмейтінін қалай сезінуге болады? Іс қимылынан сезінуге болады дейді да. Ол күнделікті тұрып, тісін тазалап, жуынып, боянып, қимылдап істей бастаса, ол шанс өте үлкен. 90% шанс оны емделіп кетуіне. Даже 4-ші рактың ең соңғы 4-ші стадиясын жетсе де. Ал қашан адам беріліп қойды, қашан адам уайымдай бастады, бітті даже ол 1-ші, 2-ші стадияда болсын, бітті, ол құрдымға кетті деген сөз. Адам өзін-өзі тастап жібереді дейді ғой. Қашан өзін-өзі тастап жіберді, бітті, кетті деген сөз. Сөйтіп қана нете аласың дейді. Даже ол ғалымның қазір әңгімесін естісеңіздер, сіздерге видеосын жібереміз.